Жаңаөзендегі оқиға кезінде полиция қызметі өз парызын орындады. Мамандардың айтуынша, олар сол күні шұғыл қимылдап, әрекет етпегенде бүлік кезінде қаза тапқандардың саны бұдан да көп болар еді. Ереуілге шыққандарға тойтарыс беремін деп жүріп, алды тәртіп сақшысы жарақат алып ауруханаға түсті. Полиция сержанты Қасым Сағиев әріптестермен бірге қоғамдық тәртіпті қадағалау үшін жұмысқа шыққан. Мен мерекені тойлауға келген халықтың шырқы бұзылады деп ойлаған жоқпын дейді ол. Бетіме тас тиді. Тас тиген уақытта сол есімді жия алмай құладым жерге. Содан кезде 3-4 адам теуіп жатыр. Сосын бір полиция қызметкерін білмеймін, мен сыртынан танимын да, сол қасыма келіп жаңағы воздухқа жоғарыға екі рет пистолет атқан уақытта адамдар кішкене қашты. Сосын сол моментті пайдаланып мен тұрып, мен де қаштым. Сосын содан больницаға барып қаралып, сонымен жаралдым. Алаңдағы тәртіпсіздік насырға шапқанын түсініп, бүлік басталған жерге аттанған қалалық ішкі істер бөлімінің басқа да қызметкерлерінің ішінде Сүлейман Қаражайып та болды. Наразы топ лақтырған тас аға инспектордың басына тиген. Заң шеңберінде істелді, іс-қимылдың барлығы. Ол заңда көрсетілген, ешқандай ол жерде өзіндік артық әрекет болған жоқ. Соңғы күндері Жаңаөзенде тәртіп бұзу деректері жоқ. Полицейлер күндіз-түні қоғамның қауіпсіздігін қадағалап отыр. Басқа аймақтардан келген әскер күштері біртіндеп шығарылуда.